бар. Матай жазғаныңызға бар. 11-ші тарау. 11-ші тарау. 27-ші аят. Бұлай жазылған. Маған бәрінде әкем сеніп тапсырған. Рухани ұлының шынымен кім екенін әкесінен өзге ешкім де білмейді. Әкенің кім екенін де, оның жалғыз рухани ұлы екенін мен ғана білемін. Әкемді кімдерге білдіргім келсе, солар да оны жақын танитын болады. Енді 17-ші тарау Жохан жазғаныңызға бар. Исаның мінәжаты былай жазған. Сені маған күнәһар дүниенің ішінен айырып берген адамдарға өзімді таныттым. Олар сенікі еді. Сен маған оларды бердің. Олар сенің сөзіңді берік ұстанып келеді. Яғни, сен берген адамдарды өзімді таныттым. Түсінікті ғой, таныттым дейді. Яғни, өткен ғасыр деп жаңағы көне келісімде Құдай әртүрлі атпен ашылған. Ел-Шадай, Иегова Ире, яғни адамдардың мұқтажығына сай ашылған. Түсінікті ғой? Ибраим атаға жаңағы құрбандыққа Ысқақты алып келді ғой. Иегова Ире деді, яғни Құдай береді деді. Соны кейін жаңа Мұсаға, Иегова Ниси, соғыста аттар көп оның. Түсінікті ғой? Аттар көп. О аттарды жаттабау керек, о аттарды ойлану керек, толғану керек. Бірақ жаңағы жаңа келісімде мына жерде оның аты кім? Иса емес, құтқарушы емес. Әке. Өйткені Жохан жазғаныңыз хабарда Иса Мәсіх әкесін танытты. Жаңағы, мына жерде таныттым деп отыр, таныстырдым деп отыр. Ашып беріп отыр. Өйткені көне келісімдегілер біледі Құдайдың қандай екенін. Ол Дәуітті, Голиатты жеңгенін біледі, басқа нәрселерді біледі. Бірақ Иса Құдайдың әке екенін олар білмеген. Сондықтан оны ашып берген нақты Исаның өзі. Амин. Аллилуйя. Сондықтан Жохан жазғаныңызға бардың 1-ші тарау 12-ші аятта жазылған, білесіздер, иә? Кім оған сеніп, оны қабылдаған адамдар, қалай жазылған? Бірақ оны қабылдап, оған сенім атқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалар болуға құқықты етті. Ектен құқық деген, яғни сеніп қабылдағандар, кім сеніп қабылдады? Қолдарыңыз көтеріңізші. Мына жерде бар ғой, бәрі сеніміз қабылдадық қой, Еламан, сен қабылдадың ғой. Көтер қолыңды. Кім қабылдамады, көтеріңіз. Кім қабылдамады Иса Мәсіхті? Бәріміз қабылдадық, кім қабылдан жоқ? Жарайды, қабылдайсың бүгін. Айтып отыр. Сол айтады, құқықты берді дейді, яғни билік берді дейді. Түсінікті ғой, билік берді. Енді Галаттықтарға алайық, 4-ші тарауды ашайық, Галаттықтарға хат. Елші Паул сол туралы не айтып отыр? Не айтады? Елші Паул. Аша беріңіздер. Керектап бәр бір нәрсені айта береді. Бір нәрсені айтады, соны түсіндіреді негізінде. Мысалы, егерде Иса иеміз Құдайды әке деп таныстырса, үйретсе, әкені көрсетші, әкені білдірші деп шәкірттер айтты, жаңағы сенбеушілер, сен әкең кім? Деп айтты, кім паршылар, сен әкең кім? Яғни, 3 жыл бойы сол әкесі туралы айтқан, бір-ақ рет әкесін айтқан жоқ, айға шағашта шегеленіп тұрғанда. Құдайым, Элахим деп, оның барлығы естіді, Элахим. Неге әке деп айтқан жоқ? Әрқашанда әкем деп жүрді, әкем. Бірақ сол кезде ол әкем деп айтқан жоқ, Элахим деп айтты. Элахим, Эланахой, өтірік етпей қойын, сөйтіп айтты. Неге мен тастап кеттін еді? Өйткені біз Құдайды әке деп айтуымызға сондай жол беріп отыр. Түсінікті ғой, айтуымыз үшін. Біз жаңағы Құдайды әке деп айта аламыз. Иса Мәсіх қабылдағандар, жаңағы танығандар, өйткені біз таныстырды ғой. Сондықтан біз барлығымыз бар ғой, осы жерде отырған. Қанша рет дұға еттік? Әкетайым деп, дұрыс дұға етіп жүрсіз. Енді сол туралы сол ашылу керек. Қараңыздар, жаңағы Галаттықтарға хатта бүйтеді, тағы айтпағым мынау дейді. Жаңағы кім айтып отыр ғой, Елші Паул, кімдерге? Есі ауысқандарға, Галаттықтарға.
енді есі ауысқандар ғой енді, бастары істемейді. Яғни таң дейді ғой. Бәр хатында бар ғой, өзі жаңағы ефесктерді, жаңағы кімдерді, римсктерді, барлығын жарылқап бата береді да. Ой, мен абрақ кімдерді мақтамаған, жаңағы галаталар. Есі ауысқандар, бастарын істемейді, сендер қайда кетіп бара жатсың, мен түсінбеймін сендерді. Мен түсінбеймін, мен сендерге бәрін суреттеп бердім ғой, жазып бердім ғой, ұмытпайтын деді жазылған. Неге сендер солай кетіп қалдыңдар деген. Біз соны түсінеміз бүгін. Жарай ма? Сондықтан қараңыздар. Тағы айтпағым мынау, мұрагер болашақта барлық байлықты иемденуге қақылы болса да, балалық кезінде оның құлдан еш айырмашылығы жоқ дейді. Жас мұрагер әкесі белгілеген уақытқа дейін қамқоршылар мен үй басқарушылардың бақылауында. Біз де рухани балалық шағымызда осы дүниедегі бастапқы діни илімдердің құлдығында болдық. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің ұлын жіберді, Исаны. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы ұстамдық етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағындарды босатып, өзінің рухани балалар ету үшін келді. Енді біз рухани балалар болғандықтан Құдай өзінің ұлы рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді Абба, әке деп Құдайға сыйындырады. Сонымен енді құл емес, рухани ұлсың. Ал рухани баласы болған соң Құдай саған өзінің уәде еткендерін сыйлайтын болады. Аумин. Аллилуйя. Сора марахандас. Ура мархандары барасу. Яғни біз жаңа Құдайдың бұрын құлы болдық, біз түсінбедік. Енді қараңыздар. Израиль халқының өзі құлдықта болған. Айтып отыр. Біз туралы әңгіме айтып отырған жоқ. Израильдің халқы өз құлдықта болған. Неге құлдықта болды? Сұрақ. Неге құлдықта болды? Мен еш нәрсе ойлап тауып отырған жоқпын. Мынау 3-ші тарауда, 2-ші тарауда жазылып тұр. Олар заңның құлдығында болған. Түсінікті ғой? Заңның құлдығында. Сондықтан, егер де сіз Құдайдың жаңағы әке ретінде сезінбесеңіз, әке мен ұлдың қарамағында екеніңізді түсінбесеңіз, онда біз сұрақ қоймыз. Неге мен жаңағы Иса сияқты өмір сүре алмаймын? Сұрақ. Неге мен Паул сияқты өмір сүре алмаймын? Немесе неге біреуміз Дәуіт болғымыз келеді, біреуміз Самсон болғымыз келеді? Дұрыс қой енді. Бірақ ең үлкен атақ ол Құдайдың ұлы болу. Сіз әйел адам болсаңыз да сізде статус бар, Құдайдың ұлы болу. Түсінікті ғой? Сондықтан маған жақсы мысал келтіремін да, мен сіз жаңағы президенттің отбасында туылсаңыз, сізге барлық нәрсе берілді. Дұрыс қой? Барлық нәрсе берілді. Сіз ойламайсыз, қалай үйленем, қалай той жасайым, қайда тұрам, кредит деген жоқ. Сол бәрі бар. Жарайды, сіз президенттің баласы болды дейік. И соның кейін сіз енді бір бизнес ашасыз өзіңіз. Барып шашлық ашасыз, шашлық сатасыз, істейсіз, шашлық сатап. Абай правдада. И соның кейін, министр өтіп бара жатты, сіз танып қояды. Сіз енді президенттің баласыз ғой. Соның кейін таңғалады ғой енді, жаңа галататтарға таңғалған сияқты. Соның кейін барып президентке звондайды. Сен балаң қайда десе, қалада жүр. Сен барып Абай правдаға барып көрсінші, не істеп жатқанын. Не болып жатыр? Шашлық сатып жатыр. Окей, мен кешке сөйлесем, әкесі қалай қиналады. Ойлашы, шашлық сатып тұр баласы. Жаңа айттық қой, онда бәрі бар деп. Енді қараңыз. Кешке келеді ғой баласы. Енді жуынып, енді шашлық сатады. Соның баласына сұрайды. Балам, қалаң қалай? Жақсы әке, нормально. Бірнәрсе сұрауға бола ма? Сұрауға болады. Сен Абай правда не істеп жүрсің? Қалай не істеп жүрмін? Мен сені көріпті ғой. Не істеп жүрсің? Шашлық сатып жүрмін. Не үшін? Просто ақша тапқым келеді да, өзім, жеке. Адасқан сияқты. Әкесі айтады, балам-ау, саған не жетіспейді саған? Не жетіспейді? Ұятқа қалдырдың ғой сен мені. Дәл сол сияқты біз әкені дұрыстап жақынан танымасақ, біз сол сияқты болады екенбіз. Яғни мен қазір заң туралы айтам. Неге олар жаңа құлдықта болды, ол заңның қарамағында болды. Сондықтан осы Құдайдың ұлы болу, сіз білесіз,
ақталдыңыз, әділсіз, мұрагерсіз, табыстысыз, жеңімпазсыз. Біз айтамыз ғой, жеңімпаз, біз өлең айтып едік Айгүлшін шығардың, жеңімпаз. Бірақ біз ол сол кезде рухқа толғанда біз шығардық сондай өлеңдерді. Содан кейін қайтадан жеңімпаз емес, жеңілпаз болып қаласың. Жеңіліп қаласың. Дұрыс қой сол. Енді то жеңесің, то жеңбейсің, то жеңесің, то жеңбейсің, шаршап кетесің, сондықтан ал Құдайдың ұлы жаңағы ол сол жаңағы ойды бізге түсінуіміз керек. Біз дұға еткенде сүйінуіміз керек. Құдай маған түсінік беріңіз деп сондай. Мынау жайт пока тұра берсін, соны қазір басқа сурет бар. Сондықтан қандай кедергі бар? Мен айтайын сіздерге. Заң мен рақымдылық. Бізде кедергі заң. Біз Құдайдың баласы болуға жаңағы заң бізге кедергі болған. Жохан 1-17 аятта жазған. Заң Мұса пайғамбардан келді дейді, ал рақымдылық пен шындық ағыл-тегіл Исадан келген дейді, айтып отыр, дұрыс қой. Сондықтан 3-ші тарау 23-26 аятта Галаттан хатта былай жазылған екен. Осы сенімнің заманы туып, келуге тиісті мәсіхке сене алғанға дейін біз Таурат заңының бақылауында болып, тұтқынында жүрдік. Бақылауда болдық. Түрмеде болдық деген сөз ғой. Еврейлер. Басқаша айтқанда, Таурат заңы тәрбиелеушіміз болып бізді мәсіхке әкелді. Осылай оған сеніп ақталдық. Ал енді сенім заманы туғаннан бері тәрбиелеушімнің арқасынан шықтық дейді. Өйткені барлығын Иса Мәсіх деген сенімдер арқылы Құдайдың рухани балаларысыңдар. Көрдіңіз бе? Кедергі ол заң. Заң деген жаңағы сен өз күшімен жаңағы Құдайға ұнағың келеді. Өз күшімен сен жұмаққа барғың келеді. Өз күшімен сен бір нәрсе жарылқап алғың келеді. Галаттардан хатта жазылған 2-ші тарауда. Сендер қалай сауықтыңдар, Құдайдың кереметтері істелді, жаңағы адамдар тірілді, қалай келуқпен сенімен бе, или заң істеген арқылы деп айтып отыр, дұрыс қой. Енді қазір көрсетіңізші келесі суретті. Аллилуйя. Мынау керемет сурет. Немен мынау? Келі сандық, Келі сандық ішінде немене бар? Ана екі тас өсиет, соны ана Аронның ағашы гүлденген, яна манна, жаңағы ішінде манна бар, Міне, осы келдің келісі. Ол жаңағы үшінші келісінде тұрған. Сондықтан еміз Иса Мәсіх айғыш ағашта өлгенде жаңағы перде жыртылды, яғни ашылды, толығымен ашылды. Яғни енді ашық. А бұрын мына жерге кіру үшін жылына бір рет кіретін, білесіздер ғой, жылына бір рет кіреді, өзінің күнәсі үшін, жаңағы халықтың күнәсі үшін немене кредит алады. Бізге түсінікті болсын, қазақтар түсінеді ғой, кредит деген, кредит алады. Яғни алдын ала бір жылға кредит алып қояды. Неге? Өйткені құрбандық берілді, күнәсін мойындады. Сонда қараңыздар, Израиль халқы бір жылға кредит алып қойды ғой. Сол бір жылдың ішінде олар күнә істейді, жаман нәрселер істейді, неше түрлі күнәлар істейді, бірақ Құдай оларды жазаламайды, өлтірмейді. Неге? Өйткені бір жылға кредит алып қойған. Солай негізінде, соны түсіну керек. Ал енді Иса Мәсіх, ол қанша уақыт қалды кредитті? Мәңгі бақи. Мәлкіседек мәңгі бақи жаңағы бізге алып қойды жаңағы кешірімді, құтқарылуды. Құн төленді. Мысалы қараңыздар, ана қойдың қаны төгілгенде жаңағы Құдай ешнәрсе істемейді. Ал Иса Мәсіх Құдайдың тірі ұлының қаны төгілсе, салыстыруға болмайды деп айтқан Еврейлердің хатта. Дұрыс қой? Не үшін істелінген? Біз жаңағы Құдайдың ұлдары болу үшін істелген. Амин. Енді неге адам қандай кедергі бар? Біз Құдайдың ұлы болып жүру үшін, яғни. Ол үлкен құрмет, ол статус, ол позиция, Құдайдың баласы болу деген.
соны қазір мен заң дегенімізді білесіз ғой сіздер, иә? Заң дегеніміз ол тәрбиелеуші, көрсетеді. Біздің күнәһарларымызды көрсетеді. Әшкерлейді, заң киелі, қасиетті, өте қатал, иә? Мына жерде жаңағы ұл деген, мына 3-ші тарауда Галаттарға хатта ұл деген сөз бар, жаңағы 4-ші тарауда ұл деген сөз бар. Екі сөздің мағынасы бар. Бірінші Галаттарға хатта жаңағы Исаға дейін жаңағы ұлдың мағынасы айтын непиос деген, грек сөзіндегі непиос деген. Непиос деген ол жаңағы өз еш нәрсе істей алмайды деген сөз. Яғни ол жаңағы өз ойын білдіре алмайды деген сөз. Жаңағы ол тәрбиенің астында. Амин. Өз күшімен. Сөйтіп айтып отыр. Ал енді 4-ші тарау 6-шы аятта ұл дегенді хиос деп айтады. Хиос деген жаңағы жетілген, жаңағы позициясы бар, бәрі берілген. Қалай? Иса Мәсіхтің төгілген қаны арқылы. Аумин. Сондықтан заң арқылы, егерде біз өзгереміз деп ойласақ, егерде біз заң арқылы, егерде біз жаңағы жарқанамыз деп ойласақ, заңды орындау арқылы біз жаңағы баталы боламыз десе, онда біз жаңағы ғалаттар сияқты болып қалады екенбіз. Түсінікті ғой? Ғалаттықтар. Сол арқылы бізде жаңағы стресс, депрессия болады. Өйткені жаңағы анау патшаның баласы Абай бір аудада шашлық түтін шашлық сатып жатқан сияқты боламыз. Түсінікті ғой? Осы жерге түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар. Негізінде егер де біреу кірсе, мына жерге сразу өледі. Левліктерге 16-шы тарауда неге де бұлай бір тұртып қойыңыздар өздеріңіз, соны кейін үйде оқисыздар, мен сіздерге оқып берем. Левліктерге 16-шы тарау 2-ші аятта жазылған. Яғни Мұса пайғамбар арқылы Құдай барлығын, орысша айтқанда детально, майда шүйдесіне дейін жазып берген. Майда шүйде. Бәрін солай істеу керек. Қалай айтылды, қалай істеу керек. Бір сызықты дұрыс істемесен, бітті. Өлдің дей бер. Иса Мәсіх айтты. Киелі кітаптың бір сызығын жойылғанша, аспан мен жер жойылып кетуі тез деп айтады. Ойлаңызшы, аспан мен жер сызықпен салыстырып отыр ғой, бір үтірмен. Енді қараңыздар. Мына жерде жазылған. Былай дейді. Аған Харонға мынаны ескерт дейді. Кімге? Мұса пайғамбар айтты ғой. Харонның шымылдықтың арт жағындағы ең қасиетті бөлменің ішіне және ондағы орналасқан келісім сандығының үстіндегі қақпақтың алдына өзі қалаған кезінде келуіне болмайды. Әйтпесе ол өледі. Өйткені күнәнің арамдығын тазару рәсімі орналатын сол қақпақтың үстінде, бұлт ішінде мен боламын. Өз бетінше келуге болмайды дейді. Балалар, екі баласы өліп қалды ғой. Келуге болмайды дейді. Егер де келсен өлесің дейді. Енді арғыта біз оқимыз. Бірінші патшалық 6-шы тарау 19-шы аят. 6-шы тарау 19-шы аят. Айтым. Оның киелі сандығының ішіне қарағандар үшін жаратқан ие бет шәмістің тұрғындарын жазалап, 70-ін өлтір дейді. Солардың арасында 50 басшы болады дейді. Ананың ішіне қараған үшін 70 адам өлген. Ойлашы. Яғни, ол не дегенді білдіреді? Біріншіден, оған бірінші кіруге болмайды. Екінші тиісуге болмайды. Оның үшін қарауға, ол вообще проблема ғой. Олар білмесе бір сәрі, бірақ олар біледі ғой. Оны үйретілген. Кіргеннен кейін өледі. Сонда немене Құдай сондай қалай айтсам, жазалаушы сияқты болып көрінеді. Жоқ, Құдай жазалаушы емес. Яғни олар өздерін жазалап отыр. Түсінікті ғой, Құдай айтты ғой Адам ата мен Хауанаға. Анау алма жақсы мен жаман білдіретін ағасын жеме, жесен өлесің. Болды. Түсінікті. Түсіндің бе? Түсіндім. Болды. Бірінші Адам атаға айтып кетті, әлі әйеліне келмей тұрғанда. Әйеліне айту керек. Болды, дұрыс қой. Енді қара, өлді ғой. Мына киелі сандық, ол жаңағы, ол да киелі. Оны сен көрсен,
өз бетімен қызмет етсең өлесің. 100 жерден сен Израильдің баласы бол, мысалы жаңағы Аронның баласы бол, немесе Мұсаның баласы бол, сен бәрібір өлесің. Өйткені Құдай киелі, қасиетті, оның айтқандары бәрі қасиетті. Жаңағы оның қасықтарын жеген бар ғой, Навуходоносордың кезінде, сразу өлді ғой, сразу өлді бәрі. Алып кеткен алып кетті. Өйткені олар жазаланды, Құдай оны жазалады, Израиль халқын. Бірақ ана қасыққа тиісуші болма. Мен саған уақытша беріп қойдым. Құдай айтады оған. Айтқан, қайтадан қайтарып бересің 70 жылдан кейін, окей? Бірақ егер сен жейтін болсан, өлесің. Олар өлді. Ішіп, виноны ішіп, осылай. Енді екінші патшалықта, түсінікті ғой, айтып отырған бар, екінші патшалықта 6-шы тарау 7-ші аятта жазылған. Салтанат 6-шы аяттан бастап. Салтанатты шеру Нахонның астық бастыратын қырманын жеткен кезде өгіздер сүрініп, сандық шайқалды. Құлап қалмау үшін ұза қолын созып, Құдай сандығын ұстай қалды. Сонда жаратқан иен қаһары ұзаға қарсы лап етті. Еркінсіп сандыққа қолы тигізген үшін Құдай оны жазалап, ұза сол бойда Құдай сандығының қасында жан тапсырды. Көрдің бе? Жаңағы Құдайдың киелі сандығы көрген үшін нетті, жазаланды, өлді. Өйткені оған тиісуге болмайды. Ол көмектессем, женімді құлап бара жатыр ғой, енді көмектесуге болды адамша енді. Енді жақсы ниетпен. Бірақ не пойдет, болмайды олай. Тиісуге болмайды, жаңағы жақындауға болмайды. Бірақ ол көмектескісі келді. Енді қараңыздар. Неге бізде кедергі бар? Жаңағы бізде қандай кедергі бар? Біз өз күшімізбен жаңағы Құдайдың жұмысын істеуге тырысамыз. Түсінікті ғой? Өз күшімізбен. Жаңағы өз күшімізбен біреуді құтқарғымыз келеді. Өз күшімізбен бір нәрсені істегіміз келеді. Барлығы өз күшімен. Ол ешқашанда жеміс әкелмейді. Керісінше өлім әкеледі. Өлім деген ол жаңағы стресс, депрессия, көңіл күйің түседі, қауымға барғың келмейді. Айыптайсың, өзіңді айыптайсың. Қарашы, сен табыссызсың. Сенде ешқандай табыс жоқ. Қанша жыл бойы сеніп жүрсің? Енді сізге айтып тұрған жоқ, мен кімге айтайын? Қанша жыл сеніп жүрсің, ал ешқандай табыс жоқ. Броня, дұрыс айтасың, броня туралы басқа келесі жолы айтамын. Сондықтан өте маңызды. Біз Құдайдың ұлы болғандықтан біз өзімізді айыптамауымыз керек. Ол айыптау деген, яғни Иса Мәсіхтің төгілген қаны бекер деген сөз. Түсінікті ғой? Галаттардан қанша жазылған? Қарғыс атады. 7 рет жазылған екен. 7 рет. Бір кітапта жазылмаған, естеріңізде болсын. Мен жаңа іздеп қарап жүрдім ғой. Именно Галаттарда 7 рет жазылған. Қарғыс атады. Сондықтан егер де Иса Мәсіхке сеніп жүрген адам өз күшіне сенсе, өзінің ақылына сенсе, өзінің ақылына сүйенсе, өзінің жаңағы ақшасына, байлығына сенсе, онда ол кісіні қарғыс атады. Қарғыс ату деген сен өліп қалады дегенді білдірмейді. Жоқ, Құдайдан ажырамайсың. Просто сенде проблема болады постоянно. Сен қуана алмайсың, сен шаттана алмайсың, сен із-хабар айта алмайсың, сенде белгі жоқ, сенде күш жоқ. Сен абай правдада шашлық сатасың. Амин. Жоқ, қазір біреу шашлық сатса нормально, енді сен Құдайдың болып сата беруге болады. Амин. Егер сізге айтса Құдай, оған басы келесі жол бәріміз абай правда шашлық сатса, бизнес кетті. Аллилуйя. Жол ашылды. Яғни Құдайдың ұлы болып түсініп ашуға болады. Амин. Ал Құдайдың баласы болып тұрып, жаңағы Құдайдан бір нәрсе жетіспей жатса, айтады ғой, Иса айтты ғой, не жетіспейді сендерге? Мен сендердің қастарында болдым, не жетіспейді? Не керек? Бәрі болды ғой. 12 адам, бала шағасы бар, бәрін қамтамасыз етіп жүрген. Анда-санда адам аспаннан балық нан түсіп тұрады. Солай немесе суды шарапқа айландырады. Құдай, яғни ол толық онда бәрі бар. Сондықтан айтып отырмын, мынау ғимаратқа байланысты уайымдамайық. Мен уайымдаймын, даже уайымдамаймын. Мен жаңағы администратор туралы уайымдаймын. Администратор келсін, Құдай администраторлар берші деп. Аумин? Өйткені біз Құдай
Құдайдың өзінің жоспары бар әрқайсымызға деген. Әрқайсымыз, әсіресе өзінің қауымына деген жоспары бар. Сол жоспарды ашу үшін біз түсінуіміз керек. Біз Құдайдың балалары болдық. Аумин. Жаңағы түсінікті ғой, мысалы жаңағы өз бетімен қызмет ете алмайсыз. Жаңағы өйткені өз бетімен қызмет етсең, осылай сен құлайсың, құлдырайсың. Жаңағы өліп қалмасаң да мәселе болады деген сөз ғой. Түсінікті ғой, сондықтан осы заңды орындау арқылы ешкім өзгере алмайды. Заңды орындау арқылы ешкім ақтала алмайды. Заңды орындау арқылы рухани өсе алмайсың. Өйткені заңды орындау деген былай ойлайды. Мысалы мен көп дұға етсем, көп хабар айтсам, көп осы нәрсені істесем, мен деп айта береді. Мен істеп жатырмын. Сонда Иса Мәсіх кейін қалады, бұлай жақта қалады. Мен істеп жатырмын. Мен арқылы бәрі құтқарылып жатыр. Мен сөйтіп айтуымыз мүмкін, бірақ біз олай ойламауымыз керек екен. Біздің ойымыз Иса Мәсихте болу керек. Ол барлығын істеді. Айтты ғой, бәрі орындалды деді. Бәрі орындалды. Бәрін орындап бердім. Оның мағынасы, яғни енді сен жаңа құл емессің, енді сен құлдықта емессің, енді сен қарыз емессің. Қарыз емеспіз. Біз Құдайға қарыз емеспіз. Жаңағы өйткені ол бар қарызды Иса Мәсіх өзі алды. Сондықтан Құдай ешқашанда жаңағы өзінің балаларын айыптамайды. Өйткені Иса Мәсіх айыпталды. Аумин, айыпталмайды. Бізге тек қана түсінуіміз керек. Қаншалықты Құдайдың жаңағы істеген ісін түсінуіміз керек. Әкенің істеген ісін түсінуіміз керек. Әке, жаңағы адасқан ұлға байланысты айтып берейін. Уағыз айтқан жоқ ма адасқан ба? Мен бар жерде айтып тастадым адасқан ұл туралы. Просто шапаным жоқта айтайын десем, келесі жолы айтып беріңіз. Жоқ, иллюстрация жақсы көмектеседі, әсіресе сенбеушілерге де. Сол адасқан ұл жаңағы шошқа жеп, мәселе болып, бәрін жоғалтып, бәрін қиратып, енді мен білем, әскерде бір рет барғам, жаңағы неге, шошқа асырайтын, солдаттар асырайды ғой, біз тамақтандырады. Сол кезде жеп жүргенбіз. Подсолнух алыста, Ашқабатта. И сасық, 2 километр, 3 километр сасық. Былай, бей алмайсың, мен айтам, қалай? Ал жердегі басқа ұлттың адамдары нормально жүрді, бір бешбармақтың арасында жүрген сияқтар. Мен құсып, бармын. Сол кезде сондай болған. Енді қараш, сол жаңағы адасқаның, шошқаның жейтін тамағын көрдің ғой қандай? Соны бермеген ғой. Түсінікті ғой. Оның мағынасы, біз бұрын адасқан ұл болдық барлығымыз. Келсесіздер ғой, бізде қара түнектің адамдар болдық. Біз қара түнек болдық, қара түнекте болдық. Енді бізді Құдай асырап алды Иса Мәсіх арқылы. Бізді жаңағы қан төгіп, ең үлкен құн төленді. Ең жоғары құн төленді. Яғни, Исаның оң жағында отырысып қойды. Ефестердің хат 2-ші тарауда жазылған, 6-7 аят. Отырысып қойды. Отыр дейді. Отыр, сен мен ұлымсың. Сіз түк те істеген жоқсыз. Сендіңіз. Құдай айтты, мен сені сүйем. Сен менікісің. Мені қабылда. Мысалы, бәріміз көріміз шашап келдік Құдайға. Шашап келдік, қиналып келдік. Құдай айтты, мен сені сүйем дегенде біз, қалай қуандық. Қалай қуандық. Біз сол кезде біз туылдық. Және бәріміз қолымыз көтеріп, бәріміз туылдық қой, Амин. Бүгін түнде кішкентай өгіз менің напарнигім ғой, кішкентай не ғой, түнде мен оянып кетем, түнде 3-те ме, білмеймін, 2-те. Рахмет. Мен әділмін деп айттым. Мен әділмін. Әділ деген праведный сөз. Әділмін дегенде, күнә істемегенсің, әділмін. Соны кейін Шәкен келді ғой. Шәкен білесіздер ғой. Қалай сен әділсің? Қалай сен әділсің деп айтады. Соны кейін көрсете бастады. Сен әділ емессің. Соны кейін мен не таба алмадым? Жаңағы ойлап жатырмын. Оянып кеттім. В смысле? Мен әділмін. Келіп әділ деп айтады. Мына жерде сен әділ емессің. Анауым барды, мынау жоқ деп айтады. Бір кезде өлең келді ғой. Тәңірге қуаныңдар, әділдер шаттаныңдар, шын жүректен адалдар, қуанып ән саныңдар. Тәңірге қуаныңдар, әділдер шаттаныңдар. Өлең айтайын десем, жаңағы Гүлмираны айтып аламын, ой айтпай ақ қойын, тәнтен айттым. Сонда мен айттым, неге ол кейл рух маған сол өлеңді берді?
Өйткені біз 90-шы жылдар Иса Мәсih жүрегін қабылдағанда осы өлеңді айтатынбыз. Түсінікті ғой? Неге? Өйткені Иса Мәсih біздің барлық әділетсіздігімізді алып кетті. Барлық жамандығымызды алып кетті, күнәлімізді алып кетті. Сондықтан біз Тәңірге қуанамын, әділде шаттанамын деп кәдімгідей қуанып жүрдік. Дұрыс қой, қазір де солай қуана аламыз. Аумин. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Еш нәрсе өзгерген жоқ. Хоть 100 жерден сіз құласаңыз да, қателессеңіз де, еш нәрсе өзгерген жоқ. Неге? Біз өйткені Иса Мәсихтің ішіндеміз. Біз Құдайдың балаларымыз. Түсінікті ғой? Құдайдың балаларымыз, таңдалған балаларымыз. Ол барлығын беріп қойған. Сол өлеңді айтқанда, жоқ, Шәкен, кетіп қалған ғой. Қайда? Жоқ ол. Кетіп қалады. Шәкен деген білесіздер ғой, шайтан деген. Мүмкін шайтан демес шығар, бұл соңғы ойға келді. Сондықтан өте маңызды. Біз өзіміздің ісімізге нетпеуіміз керек. Сүйенбеуіміз керек. Өзіміздің ісімізбен, өзіміздің күшімізбен біз Құдайға қызмет ете алмаймыз. Жаңағы анау Оза көмектескісі келді ғой. Өліп қалды. Анау қарағысы келді. Жаңағы интересно. Не бар екен деп. Біз тек қана табынуымыз керек. Құрмет көрсетуіміз керек Құдайға, әкеге. Біз тек қана құрмет көрсетуіміз керек. Еш нәрсе алмасаң да, алмай жүрсеңіз де, сіз кеп алғыс айтуыңыз керек. Кеп просто алғыс айтасыз. Құдай, мен келіп отыр. Міне мен сенің қасындамын, сен алдындамын. Сен мені осындай сүйесің. Аллилуйя. Мен сенікімін. Сен мені құтқарып алдың. Сен мені таңдап алдың. Барлығы сенің қолыңа тапсырамын. Яғни біздің өмірімізде бір нәрсе болмай жатса, сіз ойлануыңыз керек. Значит, мен өз күшіммен бір нәрсе істеп жатырмын ғой. Мен өз күшіммен бір нәрсе Құдайға ұнағым келіп тұр екен ғой. Сен Құдайға бұлай. Жаңағы анау ертуғанды көрдіңіздер ғой? Әке шешесіне ұнай ма, ұнамай ма? Егер де ол сөйлеп кетсе, әке шешем сізге ұнай ма, ұнамай ма? Тезірек тұрайыншы, мен сіздерге барлығын қайтарып беремін, не істейтінді бәрін. Олай ойлауға болмайды біз Құдайдың балалары ретінде. Мен саған көмектесем, мен саған бәрін қайтарып беремін. Анау адасқаным сияқты. Бәрін қайтарып берем. Сол кезде не үлкен қуанбайды, не кішкентай қуанбайды, қой да қуанбайды, ешкім қуанбайды. Тек қана әкесі қуанып жатыр да, көршілер нормально ғой, нормально тамақ ішіп отыр. Көршілерге бәрібір, короче, дұрыс қой, Сондықтан өте маңызды. Біз түсінуіміз керек. Құдайдың ұлы болу деген ол үлкен құрмет. Одан үлкен құрмет жоқ. Яғни бағушы, елші, пайғамбар, олардың барлығы инструмент, құралдарымыз болды. Мадақтау жетекшісі, епископ, барлығы ол Құдайдың ұлы болу деген, ол ешқандай онымен теңеспейді. Даже миллиардер болса да, сіз жоғарысыз одан. Неге? Миллиардер. Ол даналығымен ақша тапқан адам. Даналықпен. Жоқ, даналықпен тапқан. Өйткені даналық оларда бар. Даналық бар. Сүлеймен дана болған ғой. Иса Мәсих айтты. Сіздер білесіздер ме, Сүлеймен кім? Дана адам. Ол осы жерде Сүлейменнен де артық адам тұр дейді. Ол кім? Ол жаңағы даналықтың бастауы, даналықтың қайнар көзі Иса Мәсих. Сондықтан сіз Құдайдың ұлы болғандықтан сіздің статусыңыз жоғары. Аллилуйя. Яғни тақта отырғанда бұлай аяғын бұлай отырады жерге. Неге? Өйткені Құдайдың тағының астында барлық билік. Жерге аяғын бұлай қояды. Енді сіз бұлай отырсыз. Жаңағы бәрі Құдайдың аяғының астында. Біз оның қасында отырмыз. Сондықтан біз қасында отырып үйренуіміз керек. Қасында отырып. Егер де сол ашылса, бір сәтте не болады, короче? Взрыв болады сізде. Взрыв болады. Яғни сіз оны түсіндіріп айтып бере алмайсыз. Сіз айтасыз: Иса, аллилуйя, Иса, сен мені сүйесің. Сондықтан біз түсінуіміз керек. Біз түсінуіміз керек. Құдай өз ұлын қатты сүйеді. Сонан кейін бізді сүйеді. Түсінікті ғой? Бізді емес бірінші өзінің ұлын сүйеді. Өзінің ұлын сүйгендіктен айқыш ағашқа шегеледі, өлтіртті. Не үшін? Біз оның ұлдары болу үшін. Құлдары емес, ұлдары болу үшін. Сондықтан ғой, енді сен құл емесің. Ана жерде 4-ші тарау 6-шы аятта құл дегенді білесіз бе? Құл деген сөз бар ғой. Өте тегі жоқ, әке шешесі жоқ, күні-түні жұмыс істейтін, оған ой не келсе соны істейді адамдар. Ол құл ғой.
ол азаматтығы жоқ. Оның құқығы жоқ онда. Сол кезде құлды жақсы киіндіретін гректер, жақсы тамақ беретін. Қараңыздар. Егерде менің құлым болса, солай істеген екен. Жақсы тамақ береді, жақсы витаминдер береді. Білесіздер ме? Өйткені денесі бір мықты болып тұратынды. Бәрі мускулдар былай шығып тұрады. Качоктар тұр. Неге? Өйткені сен құлсың, сенің құлын жақсы көріну керек. Тамағы келгенде. Көрдіңіз ме? А ертең керек болса, оны өлтіре салады. Просто өлтіре салады. Міне құл деген. Ол сен тамақ жейсің, спорт клубқа неге барасың? Сол кезде солай дайындалады. Содан кейін оларды фотоға түсіреді, содан кейін өзінің басын қоя салады да, оның анау бай адамның несі жоқ қой, фигурасы жоқ қой. Ол солай тұрады, құлы. Ертең құлын өлтіре салады, болды. Сондықтан Исаның ұлы болу деген, яғни бізді сондай құлдықтан алып шыққан. Құлға уақытша береді барлық нәрсені. Тамақты да, ақшаны да, шайтан береді, алдайды береді, даналық та береді, бірақ естеріңізде болсын, даналық пен даналықтың, орысша айтқанда, мудрость бар, премудрость бар. Яғни даналық бар, даналықтың бастауы, даналықтан үстіне даналық қарайтын бар, даналықтың үстіне қарайды. Сол Иса Мәсіх біздің бойымызда, сіздің жүрегіңізде. Сол ашылсын бізге. Сонда біздің дұғаларымыз өзгереді. Сонда біз ойларымыз өзгереді. Сонда біз түсінеміз қаншалықты Иса Мәсіх бізге өзінің құнын төлеген. Амин. Біз енді құл емеспіз. Жаңағы егерде андай қиын жерден өтіп жатсаңыз, одан Құдай өткізіп береді. Өйткені Иса айтты, мен өткіздім сендер. Мен өзім өттім, сендерді өткіздім. Мен сендерді жалғыз қалдырып кетпеймін, тастамаймын мен сендерді. Сондықтан ол деген, ол яғни ол өзін айыптамайды бірінші, екінші көршісін айыптамайды, өзінің жолы болмай жүрсе, сеніші болып. Ешкімді айыптамайды. Ал айыптадың ба, салыстырдың ба, тағы да дұрыс емес нәрсе істедің ба, онда сен құлдың кейпін қайта киіп алмаңдар деп айтқан елші болып. Заңға кіріп кетпеңдер қайттан. Заңға қайттан кірсеңдер, анау әріп өлтіреді дейді сендерді. Кәдімгідей өлесің. Сондықтан сен бұл айтқанда әртүрлі немен аласың, ауру аласың, жаңағы стресс, депрессия аласың. Әйтір бір жерінен шығады әйтір ол нәрсе. Түсінікті ғой? Неге? Өйткені жаңағы мынаған негізінде мынау үш нәрседе күнәдан пайда болған. Естеріңізде болсын. Үш нәрсе бәрі күнәдан пайда болған. Яғни мынау манна, анау ағаш, манна күңкілдеді ғой. Ағаш күңкілдеді ғой. Кім тоже оны сөйтке тоже айтты, былай жүріңдер деді. Былай жүріңдер. Егер де жүрмесеңдер, мен өзімнің шартымды орындайын дейді. Егер сендер өздерінің шарттарында орындаңдар дейді. Мен сендерге өсиет бердім ғой. Егер де сендер менікін орындасаңдар, мен сендердің орындаймын. Егер де сендер өздеріңкін орындамасаңдар, мен де сендер өздеріңкін орындаймын. Ол заң. Дұрыс қой? Әділетті ғой бәрі. Ал жаңа келісімде олай емес. Барлығы орындалды. Бары орындалды. Сондықтан біз Құдайға айтамыз әкеге, әке рахмет ұлына, рахмет сен сөзіне, рахмет осы мен қауымның рухани дененің мүшесімін. Мен нан розасын қабылдағанда мен алғыс айтамын. Рахмет, мен кешірілдім, мен ақталдым, мен Құдайдың ұлы болдым, мен Құдайдың баласымын. Мен бейшара емеспін, мен енді әлсіз емеспін, мен әлсіздігімді барлығын Иса Мәсіх алды. Аллилуйя. Жақсы ұйықтайсың. Жарқырайсың. Сондықтан мына бір сөз бар, яғни сіздерге айтып берейін. Вообще мен қазақ тіліне қатты жақсы емеспін ғой. Мына жерде знатоктар бәрі тексересіздер, сонымен бітірем, мақтана алмаймын өзім тіліммен, бірақ Исамен мақтана аламын. Қараңыздар. Тәж. Айтыңызшы, тәж. 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 Яғни Иса Мәсіх тәж киді ғой, тәж кигізді ғой, оның өз мағынасы бар. Мына қараңыздар. Тәж үш әріптен тұрады, дұрыс қой, тыныштықты әкем жіберді. Тәж. Дұрыс қой, табасын әкемде жұбанышты. Тәж бе? Тәж. Тоясын әкенің жанында. Аумин деп қойсыңыздар, мұны тәж ғой, тәж gibi сұрайды. Табындысын не ма? Табыстысын әкенің жолында. Аумин.
Тыныштық әлсіздікті жояды. Табандылық әкеден жіберіледі. Табиғатын әкеден жарияла. Табыстық әкенің жолынан. Табын әкенен жылама. Тағайындалдың әкен жарылқады. Тағдырын әкеден жасырма. Тағы әкенің жоғары. Көп жазып айта бердім. Бетте, әумин. Тәж деген. Скоро аласыздар, оны аласыздар, Қуаныш қауымның брендісі болады, әумин. Әумин. Орыс қызметінде бар ғой, ДПН деген, ДПН бар ғой. Деньги не проблема, а бізде тәж. Аллилуйя. Ойбай. Осы нәрсе бәрі неден шығып жатыр, айтайын ба? Құдайдың ұлы болуды түсінгенде. Амин. Құдайдың ұлы болуын түсіндіру. Правильное питание. Кім бар жүр? Правильное питание, молодец. Бара бендер. Менде ППП бар. ППП. Папа подарил покой. Күліңіздер. Прославим папу песней. Поклонение папе покой. Пусть папа прославится. Превознеси папу поскорей. Пребываю папин покоем. Получаю папин покой. Прочитал, помощь пришла. Помолился, помощь пришла. Покой, проблема проходит. Аминь. Переживай, потеряешь покой. Покаяние приносит покой. Проповедь, покой, полнота. Поколение праведника покой. Яғни, жаңағы Құдайдың сөзі, мысалы, келіп тапта сөз, бір сөзде талай нелер бар, мағына бар еврей тілінде. Оны нетсем басын қатып кетеді, оны кабала деп айтады, оны кәдімгідей. Бізде мысалы, сондай сөздерді сіздер шығарыңыздар. Мен тәж шығардым, сіз мәш шығарыңыз, жат шығарыңыз. Жат бар тоже менде. Содан кейін сен айтасың, бір өтқан немен ол? Тәж. Тыныштық әкелді Тәңірім. Тыныштық әкеде табына. Табын. Яғни, өзім білесің, сен саған немен отырмай дейді. Өте маңызды. Өйткені Құдайдың сөзі, жаңағы ол бітпейді. Құдайдың сөзі бізді жарылқайды. Біз Құдайдың сөзінде болғанда біз жарылқанғанбыз. Амин. Тәңір әлсіздігімізді тәж деген. Тәңір әлсіздігімізді жояды. Жояды. Тыныштықта болсан, әлсіздігін жойылады. Тыным табасын. Әділ деген әке деп айтуға болады, менде көп әке деген сөз. Сондықтан әкеде біз табамыз тыныштықты. Әкеде біз табамыз жаңағы жарылқауды, жаңағы тегіміз әкеден. Жасырмау оны. Амин. Сіз жаңа тек, яғни Иса Мәсихте біз тегілдік. Сондықтан Құдайдың рақымымен біз құтқарылдық, Құдайдың рақымымен біз өмір сүруіміз керек. Амин. Аллилуйя. Енді нәждетейік. Сондықтан